болды, ол ақшасын 70%-ын заға берді, за оның 30%-ын жоға берді, зада қанша ақша қалды. Яғни бізде алдында бұндай есептер болатын, заның ақшасын табу үшін тек қана соған келген, сода қалған ақшалармен ғана жұмыс істейміз. Яғни оған 2800 деген 75%-і келді. Демек біз 2800-ді 75%-ын табу үшін 100-ден 75-ке көбейтеміз. Сосын ол за өзінің 65%-ын жоға берді. Өзінің 100%-ық ақшасын 65%-ын берді. Оның ақшасы қолында ақша жаңа 100%-ық деп санаймыз. Соның 65%-ын беріп жіберсе, ода 35% қалады. Сол зада қалғанын табу үшін соның 35%-ын табайық. Қалған ақшаның 35%-ын 100-ден 35-ке көтересіз. Процент табу үшін астына 100-дас көбейтесіз. Болды. Қысқартулар ондай 75 пен 100 өзара 25-ке қысқарса, мұнда 3, мұнда 4 қалады, 2 0 мен 2 0 қалады, 4 пен 28 қысқартылады. Соңына дейін қысқартып қаласыз, сосын барып көбейтесіз. 7, 3 және 5. Ол сан 5-ке аяқталады. Көбейтуді орындан жауабын табыңыз. 222-ші есепте а квадрат минус б квадрат формуласы бар. Қысқаша көбейту формулаларында ол жазылған. Яғни а квадрат минус б квадрат деген өрнек берілсе, мысалы 116-ның квадрат азайту 109-ның квадрат деген сияқты. Онда оны екі жақшаның көбейтіндісіне жіктеп жазыңыз. А азайту б, а қосылған б деп. Мынаны барлығын солай жіктеп жазсаңыз, сіздер оңай шығарыласыз. Яғни 116 квадрат азайту 109 квадрат деген сөз 116 азайту 109. 116 қосу 109, е? Мен бірінші бөлшекті көрсетейін сіздерге. Ал астында 8-дің квадрат азайту 1. Жай 1 ол 1-дің квадрат деп жазуға болады, е? 1-дің квадрат 1-ге тең ғой. Сол кезде 8-дің квадрат азайту 1-дің квадрат қайта мына формула келеді. А квадрат минус б квадрат. Сол кезде оны 8 азайту 1, 8 қосу 1 деп екі жақшалар жүктеуге болады. Енді мына жақшаларды сіздер қосып азайтып кәдімгі есептейсіз. 116-тан 109 азайтасыз, 7 қалады. 116-ға 109 қосасыз, 225 қалады. Астында дәл сол 8-ден 1 іздесіз. 7 қалады, 8-ге 1 қосасыз, 9 қалады. Енді қысқартыңыз, мына екеуді қысқарады, сол кезде бірінші бөлшектен бір саны қалады, минус екінші бөлшек дәл солай есептейсіз, сосын екі бөлшектен қалған сандар бір-бірінен азайта саласыз, ортаға азайтуды орындау үшін болды. Ары қарай бізде теңсіздік бар. Теңсіздік бөлшек түрінде берілген. Бұл бөлшек теңсіздік шешу үшін бөлшектің бөлімінен құтылайық. Бөлшектің бөлімдерін қараңыз. 4, 3, 5, 12 және 30. Мына 12 мен 30 сандарының ортақ бөлімі ол 60, 12-ге де бөлінеді, 30-ға да бөлінеді. 60-на 5-ге, 3-ге, 4-ге де бөлінеді. Демек, мына теңсіздікті шешу үшін барлық бөлшектерді 60-ға көбейтейік. Мына 1 жер, 2 жер, 3 жер, 4 жер, 5 жерді 60-ға көбейтеміз. Сол кезде 60 мына 4-пен көбейтілгенде қысқарады да 15 қалады, бірінші бөлшекке көбейтіліп. 63-пен қысқарады 20 қалады, екінші бөлшекке көбейтіліп, ол мына екеуіне де көбейтіледі, x-ке де, 1-ге де. 65-пен қысқарады, көбейтілген кезде 12 қалады, қалған 12 екеуіне де көбейтіледі, x-ке де және 2-ке де. 60-пен 12 қысқарса 5 қалады, бұл 5 тағы да мына x-ке де және 4-ке де көбейтіледі. Және 60-пен 30 қысқартсаңыз көбейтіліп келген кезде 2 қалады, иә. Енді сіз не өттіңіз? Сіз бөлшексіз теңсіздік шығардыңыз. Бөлшексіз жұмыс істеу оқушыларға оңай, бөлшекпен жұмыс істеу. Мына 15x-қа көбейтіледі, 15x қалады. Енді бір айта кететін зат, ескерту, көп оқушылар қателеседі. Мына 20 саны x-қа да 1-ге де көбейтіледі, бірақ 20-ның алдында мына минус тұр. Сондықтан ол минус 20-ны x-қа көбейткенде минус 20x болады, минус 20x. Ал минус 20-ны плюс 1-ге көбейткенде минус 20 шығады. Яғни мынарға балалар мына жоғарыда көрген плюсті көреді, плюсті сол күйінде жазып қояды, бірақ бөлшектің алдындағы тамағын қарамайды. Бөлшектің алдындағы минус болса, үстіндегі тамағалар өзгереді. Дәл сол сияқты мына жерде минус 12x-қа көбейтілсе минус 12x болады. Ал минус 12 минус 2-ге көбейтсе плюс болып кетеді, себебі минусты минусқа көбейтсек плюс 24. Иә? Теңсіздіктің таңбасын қоясыз. 5-те x-қа 5x, 5-те 4-ке 20. Және ең соңында 2 қалды. 60 пен 30 қысқарғанда 2 1-ге көбейтеді, 2. Болды. Енді x-терін бір жаққа жинақтайсыз. Мына 5x-ті мына x-терге жібересіз. 15x минус 20x есептейсіз, минус 12x, соны 5x жібересіз, сандарды бір жаққа. Болды, теңсіздікті аяқтап тастайсыз. 224 ол теңдеулер. Бұл қандай теңдеу? Бұл модульдік теңдеу. Модульдік теңдеудің екі шешімі болады. Негізінде сіз шешімін жауапты мынаға қойып тексерсеңіз де болады. Мысалы, мынарда қайсындарды қойған кезде мына теңсіздік орындалады. Немесе шешуге де болады. Егер жауап тексеріп қоятын болсаңыз, мына 3,7-ге қосамыз қандай санды 7,5 қосу үшін, шығу үшін. 3,7-ге 3,8 қосу керек. Мынау 3,8-ге тең болу керек. Ал нені 2-ге көбейтсек 3,8 болады? Мынарада 3,8 болу үшін 2-ні көбейтеміз 1,9-ға. Демек, сізге мына модуль іші 1,9 болу үшін x орнына қандай сандар қоюға болады, соны қараңыздар. Боялмаған бөлігінің ауданы боялған бөлігінің ауданынан нешеге артық. Яғни біз мына фигураның бірінші боялмаған бөлігінің ауданын табу керек, сосын боялғанын тауып, екеуін бір-біріне азайту керекпіз, иә? Жақсы. Боялмаған бөлігіне қарайық, мына ақ жерлері.
Ол мына сол жағы мен оң жағы қараңыз. Екі жарты дөңгелекті қоссақ, бізде бір тұтас дөңгелек шығады. Ол дөңгелектің ауданын есептеу үшін бізге радиус керек. Радиус ол диаметрдің жартысы. Егер бізге мына есептің суретінде диаметр 40 деп тұрса, радиус ол 40-тың жартысы болады. 40-тың жартысы 20. Радиусы 20-ға тең дөңгелектің ауданын табу үшін, жалпы барлық дөңгелектердің ауданын табу үшін бізде формула бар, дөңгелектің ауданы S-тен пи r квадрат. Яғни біз не істейміз? Мынаны ауданын табу үшін пи-ді көбейтеміз r деген 20-ның квадратына. 20-ның квадраты бізде 400 болады. Сол кезде 400 пи шығады. 400 пи ол сол жақ пен оң жақ жарты дөңгелектерді қосып шыққанда бір дөңгелек тұтас шығады. Соның ауданы. Енді мына жоғарғы мен төмен қоссаңыз бір дөңгелек шығады. Мына төменгі мен жоғарғы қосса тағы бір дөңгелек шығады. Ол екеуі бірдей дөңгелектер. Себебі екеуінің диаметрі 30 болса, радиустар 15-тен. Солардың ауданын табайын, біреуінің ауданын тауып екі еселейін. S-тен болады пи көбейтілген, мынаның диаметрі 30 болса, радиусы 30 жартысы 15 болады. 15-ті квадраттайсыз, 15-ті 15-ке көбейтесіз, 225 пи. 225 пи ол деген бір дөңгелек, жоғарғы мен төменгіні қосқанда шыққан. Ол қасында тағы сондай бар, оны 2-ке көбейте саламыз. Сол кезде 450 пи шығады. 450 пи деген сөз мынау мен мына екеуін қосса. Сол кезде 400 пи мен 450 пиді қоссаңыздар, сізде шығады 850 пи. Пидің жуық мәні бар. Пидің жуық мәні бізде шамамен 3,14. Олай болса 850-ді көбейте қойыңыз 3,14-ке. Сол кезде болады 2669. Бұл бізде мына дөңгелектерден жинақталған боялмаған жері. Енді тағы да боялмаған жер бар, Тағы да боялмаған жері ол үшбұрыштар тұр бұнарда. Қараңыз. Мына ішінде жатқан кішкентай тіктөртбұрыштың, мына төрт бұрышы да үш бұрыштар тұр. Олар төртеуі де боялмаған, соны аудан табу керек. Бірақ ортасында да сондай төртеуі тұр. Боялған олар бірақ, Демек, мына ақ жерлері ол үлкен, мына кішкентай тіктөртбұрыштың жартысына тең. Яғни біз тіктөртбұрыш аудан табу үшін ені мен ұзындығын көбейтеміз, сосын жартысын аламыз, сол кезде ақ тіктөртбұрыштар, тікбұрышты үшбұрыштар шығады. Ал тіктөртбұрыштың ауданын есептейік. S-тен болады, бұның ені 40, көбейтеміз ұзындығы қанша? Бұлай 30 болса, мына арада 30, 30 бен 30-ды қосыңыз 60. 40-ты 60-қа көбейту, ол 4-ті 6-ға көбейту 24, 2400, соны 2-ке бөліңіз. Не үшін 2-ке бөліңіз? Себебі бізге жартысы керек ақ жерлерін табу үшін. Сол кезде 1200 болады. Сол 1200-ге қосыңыз мына 2669-ды. Сол кезде сізде барлық боялмаған жердің ауданы шығады. Яғни 1200-ге 2669 қоссаңыздар 3889. Бұл бізде боялмаған жері. Мына фигураның боялмаған жерінің ауданы шықты. Енді боялғанын табу үшін барлық үлкен тіктөртбұрыштен бастапқыда берілгеннен сол боялмағанын азайта саламын. Үлкен тіктөртбұрыш ауданын қалай табасыздар? Ені мен ұзындығын тауып көбейтесіз. Енін қалай табасыз? Мына 40, мына 40. Мынаның радиусы мен мынаның радиусын бірдей. Соны қосып есептеңіз, ені шығады. Ұзындығы мына 30 бен 30 60 болды ма? Мынаның радиусы мен мынаның радиусы бірдей. Немесе екеуін қосақ бір диаметр шығады, 40 шығады, соны есептеңіз. Сол кезде ұзындығы мен ені көбейтсеңіз үлкен тіктөртбұрыш шығады. Соны аудан тапқаннан кейін мына санды азайтасыз, сол кезде сізде не шығады? Боялған шығады. Боялған бөлік шығады. Сосын екеуінің айырмашылығын табасыз, сол кезде боялмаған бөлік боялғаннан қанша артық екенін білесіздер. 226-шы есепте мыналар бірінші, екінші, үшінші қандай да бір заңдылықпен орналасқан, дәл сол заңдылықты жалғастыра отырып, төртінші текшені табыңыз. Мына алдына сол жағына қараңыз. Мынарда да сол жағында болу керек. А варианты мен варианты болмайды. Яғни бұл не істеп келе жатыр? Ол бері қарай құлап келе жатыр бұлай. Жоғарыдан бері қарай құлап келе жатыр. Яғни R алдыға түсті, міне көріп тұрсыздар, үстінде F шықты, көк төмен түсіп, мына төра келді. Енді тағы да ары қарай құлаттық, былай жатты, F төмен түсті, артынан жасыл бояу шықты. Мынаны бері қарай құлатыңыз, сол кезде жауап шығады сізде.